Сәлеметсіңдер ме студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз жартылай өткізгіш материалдар. Осыған дейін біз диэлектриктер, өткізгіштер деген материалдарды атап өттік. Енді электрлік қасиеттеріне байланысты келесі тобымыз жартылай өткізгіштер болып табылады. Жартылай өткізгіштер дегеніміз бұл өткізгіштік жағынан өткізгіштер мен диэлектриктер арасында аралық орындалатын материал. Және өткізгіштерден меншікті өткізгіштігінің қоспалардың концентрациясына, температураға және әртүрлі сәулелену түрлерінің әсеріне қатты тәуелділігімен ерекшеленеді. Жартылай өткізгіштердің негізгі қасиеті температураның жоғарылауы мен электр өткізгіштігінің жоғарылауы болып табылады. Енді жартылай өткізгіштерді өткізгіштермен салыстыратын болсақ, келесідей қасиеттерін бағалай аламыз. Жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі қоршаған ортаның температурасына қатты тәуелді. Абсолюттік нөлге жақын температурада, яғни -273 градус Цельсийде олар электр тоғына қатысты өзін изолятор ретінде ұстайды. Көптеген өткізгіштер керісінше мұндай температурада асқын өткізгіштікке айналады, яғни олардың тоққа қарсы кедергісі жойылады. Өткізгіштердің температурасы жоғарылаған сайын олардың меншікті кедергісі артады, ал жартылай өткізгіштердің кедергісі керісінше төмендейді. Өткізгіштердің электр өткізгіштігі жарық әсер еткен кезде өзгермейді. Жарық өткізгіштігі деп аталатын жарықтың әсерінен жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштері керісінше артады. Жартылай өткізгіштер жарық энергиясын электр тоғына айналдыра алады. Бұл өткізгіштерге мүлдем тән емес. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі оларға кейбір басқа элементтердің атомдары енгізілгенде күрт өседі, ал өткізгіштердің электр өткізгіштері оларға қоспалар енгізілгенде керісінше азаяды. Көптеген заманауи жартылай өткізгіш құрылғылардың бастапқы материалы болып табылатын германий мен кремнийдің электрон қабаттарының сыртқы қабаттарында 4 валенттік электрондар бар. Жалпы германия атомында 32 электрон, ал кремний атомында 14 электрон болады. Бірақ қабықшаларының ішкі қабаттарында орналасқан германийдің 28 электроны мен кремнийдің 10 электроны ядролармен мықтап ұсталады және ешбір жағдайда олардан ажыратылмайды. Осы жартылай өткізгіштер атомдарының тек 4 валенттік электрондары еркін бола алады. Тіпті кей жағдайда олар да еркін бола алмайды. Кем дегенде бір электронын жоғалтқан жартылай өткізгіш атомы оң ионға айналады. Жартылай өткізгіште атомдар қатаң тәртіппен орналасады. Олардың әрқайсысы 4 бірдей атоммен қоршалған. Олар сондай-ақ бір-біріне жақын орналасқан соншалық, олардың валенттік электрондары бір орбита түзіп, барлық көрші атомдарды айналып өтіп, оларды бір затқа байланыстырады. Кремний негізіндегі жартылай өткізгіштердің өткізгіштігін қарастыратын болсақ, кремний 4 валентті химиялық элемент. Әрбір атомының сыртқы электрон қабатында 4 электрон болады. Олар 4 көрші атоммен жұп электронды байланыс түзе қосылады, яғни коваленттік байланыс түзеді. Қалыпты жағдайда, яғни төмен температурада, жартылай өткізгіштерде бос зарядталған бөлшектер болмайды, сондықтан жартылай өткізгіш электр тоғын өткізбейді. Температураның жоғарылауымен жартылай өткізгіштің өзгеруін қарастырайық. Электр өрісінің әсерінен электрондар мен кемтіктер электр тоғын құрап, реттелген қозғалысты бастайды. Температура көтерілген сайын электрондардың энергиясы артады және олардың кейбіреулері байланыстан шығып бос электронға айналады. Олардың орнына кемтіктер деп аталатын өтелмеген электр зарядтары қалады, яғни виртуалды зарядталған бөлшектер қалады. Сонымен жартылай өткізгіштердегі электр тоғы бос электрондардың және оң виртуалды бөлшектердің кемтіктердің реттелген қозғалысы болып табылады. Бұл жерде біз кемтіктерді виртуал бөлшектер деп қарастырамыз. Температураның жоғарылауымен бос заряд тасымалдаушылардың саны көбейеді, яғни жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі артады, ал кедергісі төмендейді. Қоспалы жартылай өткізгіштер.
Қоспалы жартылай өткізгіштерде электрондардың N және кемтіктердің P концентрациясын бақылау үшін белгілі бір қоспа атомдарын жартылай өткізгішке енгізуді айтады. Ол үшін қоспаның атомдары донорлар мен акцепторлар қолданылады. Олар тыйым салынған аймақта қоспаның жұқа деңгейлерін тудырады. Концентрациясы бар донорлар мен өткізгіштердің қабаттарының түбіне жақын орналасқан және активтену энергиясымен сипатталады. Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі жартылай өткізгіштердің техникалық қолдану үшін жеткіліксіз. Сондықтан меншікті жартылай өткізгіштерді қолдану сирек кездеседі. Өткізгіштердің мәнін арттыру үшін таза жартылай өткізгіштерге донор және акцептор болып табылатын қоспалар енгізіледі. Мысалы, 4 валентті кремнийге 5 валентті мышьякты енгізген кезде, мышьяктың 5 электронының бірі бос қалады, қалған 4 электрон кремниймен байланыс түзеді. Осылайша мышьяк концентрациясын өзгерту арқылы кремнийдің өткізгіштігін кең ауқымды өзгертуге болады. Мұндай жартылай өткізгішті N типті жартылай өткізгіш деп атайды. Негізгі заряд тасымалдаушылары электрондар, ал бос электрондар беретін мышьяк қоспасын донор деп атайды. Егер кремнийге 3 валентті индиді қосатын болсақ, онда индидің кремниймен байланыс түзу үшін бір электрон жеткіліксіз. Себебі индидің валенттілігі 3-ке тең, кремнийдікі 4-ке тең. Бұл жағдайда кемтік пайда болады. Индидің концентрациясын өзгерту арқылы кремнийдің өткізгіштігін кең ауқымда өзгертуге болады. Электрлік қасиеттері көрсетілген жартылай өткізгіш құралады. Мұнда жартылай өткізгішті P типті жартылай өткізгіш деп атайды, яғни кемтіктер негізгі заряд тасымалдаушылар болады, ал кемтік беретін инди қоспасын акцептор деп атайды. Сонымен практикалық қолдануға болатын жартылай өткізгіштердің 2 түрі бар. Жартылай өткізгіштегі негізгі тасымалдаушылардан басқа заряд тасымалдаушылардың саны өте аз қосымша заряд тасымалдаушылар болады. Мысалы, P типті жартылай өткізгіште бұл электрондар, ал N типті жартылай өткізгіште кемтіктер. Олардың саны температура жоғарылаған сайын көбейеді.